Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Айнұр Мақсұтқызының Кесір келін атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Не деп тұрсың сен? Өзім білем әпке, менің шешіміме сіз қарсы тұра алмайсыз. Сен ең болмағанда ата-анамыздың әруағын сыйласаңшы, үлкен ағаларымыздан неге рұқсат сұрамайсың? Сен неге бізді сыйламайсың? Сендер емес менің өмірімді сүретін. Өмір менікі. Кетем дедім, бітті. Ақымақ, Алматы үлкен қала. Сен ол жақта ешкімді танымайсың. Туысың да жоқ. Тәуекел, кластастарыма бара жатыр. Аштан өлмеспін, деп Айзере бөлмеден шығып кетті. Екі тізесін сезбей еденге жайылған алқызыл кілемнің үстіне екі балтырына гүрс еткізіп отыра кеткен Айсара ашуға булыққаны сонша туған сіңілісін өз қолымен тұншықтырғысы келіп тұр. Бірақ болмайды. Өйткені ол қыз бір күнде бұл өмірден бірге кеткен ата-анасының аманаты. Көптен күткен кенже қыздары дүниеге келгенде Кемелжановтар әулеті 40 күн тойын, 30 күн ойынын өткізді. Егіз ұл Бақдәулетті және Нұрдәулеттен кейінгі қыз Айсараның арасы 1 жас еді. Одан кейін марқұм аналары 15 жыл құрсақ көтере алмай жүрді. Бармаған дәрігері, көрінбеген көріпкелі, қонбаған киелі жері қалмады. Жылдар бойы емделіп, ақырында осы шеуіне қанағат деп қолды бір сілтегенде аяқ астынан Айзере дүниеге келді. Қуанғандары сонша, жаңа үйленген жас жұбайлардай Айзерені бесік арбаға салып, қол ұстасып күнде кешкісін серуенге шығатын. Тура тұңғыш бөпелерін сүйген жас жұбайлар дерсің. Сол күндерді Айсараға қазір сағынып, еске алады. Ата-анасы өмірден озғанда Айзере небәрі 8 жаста еді. Ағалары мен тәтесі жылатпай өсірді. Тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмады. Айзеренің ақ дегені алғыз, қара дегені қарғыс болатын. Үйдің үлкені Бақдәулет алғашқы келіншегімен осы Айзеренің кесірінен ажырасып кеткен еді. Мәпелеп өсірген бауырлары ақырында шолжаң, ерке, көкбет болып шыға келді. Енді міне 9-ды бітіріп, Алматыға кетем деп, әпкесімен бет жолса ұрсып отыр. Айсара ата-анасының көзі тірісінде үйден ұзатылып, бөтен жұртқа келін болды. Ата-енесі өте ақылды, сауатты кісілер. Күйеуі Сабыржан және қайынапасы Дидарлы да тура әкесі мен анасы сияқты сауатты жандар. Екеуі де білдей дәрігерлер. Сабыржан нейрохирург болса, Дидарлы хирург-травматолог. Осындай әулетке келін болғанына Айсара қуанды. Негізі бұл үйде тағы бір ұл бар, бірақ ол асыранды ұл еді. Оның кімнің баласы екені тек ата-анасынан басқа ешкім білмейді. Есімі Ақылжан. Ақылжан десе ақылды жан. Жігіттің сұлтаны, каратэ-до деп аталатын спорт түрінің бірнеше дүркін чемпионы. 11-ші сыныпта аяқтай сала, Алматыға өз білімімен грантқа оқуға түсті. Ол да бауырларының соңынан еріп, медицина саласына бет бұрып отыр. Биыл 1-ші курсын үздік бітіріп, ауылға жазғы каникулға келді. Еңбекқор жігіт қарап отырмай, ағасымен бірге мал жайғап, қысқы отын жарып, бастырма жөнтеп, біраз тіршілікке қолғабыс етіп жатыр. Қаланың шетіндегі саяжай типте ауылда тұрса да, көгілдір отын келе қоймаған. Жаз бойы Ақылжан осылай қысқы отынды бұтап, дайындап қояды. Қалада бір емес, бірнеше пәтерлері, тіпті 2 қабатты коттедж үйлері болса да, Сабыржан ата-анасының көңіліне қарап, ауылдан кетпейді. Қалаға көлігімен қатынауды да еш жүк көрмейді. Айсара кәдімгі ауылдың тіршілігін әбден ұршыққа еріп, дөңгелетіп отырған келін. Ата-анасына ауылдың табиғаты мен таза ауасы өте ұнайды. Денсаулықтарына да пайдалы. Сондықтан бұл отбасы алдыңғы қатарлы бай-қуатты, мал-мүлікті кісілер болса да, ауылға қарапайым өмір сүруде. Тәрбиенің тал бесігін тербеткен ата-әжесі бар қара шаңырақта. Бұл үйдің ішінде үлкендер түгілі балалардың да артық дыбысы шықпайтын
ешқашанда кішісі үлкенінің сөзін бөлмейтін. Бұл сән Айзере келін болып түскен күні көзден бұлбұлдай ұшқан еді. Дегеніне жеткен Айзере ақыры Алматыға кетіп тынды. Екі ағасын да, Айсараны да елеген жоқ. Нұрдәулеттің мінезі тым қатал еді. Қарындасын ұрғысы да келген еді. Бірақ Бақдәулет інісін тоқтатып, сабырға шақырды. Айзерені үлкен ағасы өз Алматыға ертіп апарып, оқуға түсіріп, жатақханаға орналастырып берді. Қолына біраз ақша беріп, азық түлігін толтырып, киімін бүтіндеп қайтты. Қыркүйек басталып, Айзере оқуға кірісті. Қаржы саласына оқуға түскен болатын. Бірақ 9-дан кейін келген студенттерге бірінші курстың бірінші семестрі 10-шы кластың бағдарламасын, екінші семестрін 11-шы кластың бағдарламасын оқытады. Айзереге мектеп бағдарламасы қызық болмады. Қыркүйек бойы сабақтан қалмай жүруші еді. Группаластарымен танысып, ырқ-жырқ фотоға түсу үшін ғана баратын сабаққа. Кейін группаластарымен басы піспей, бір айда тең жартысымен ұрсысып қалды. Ол үшін оқу қызық болмады. Қазан айынан бастап сабаққа бармай, жатақханада жата беретін. Ағасы қалдырған ақшаның түбі көріне бастаған соң жұмысқа шықты. Жатақханаға жақын маңдағы кафелердің біріне даяшы болып орналасты. Оқуы жайында қалды. Бір аптада бір рет ғана барып, ақыры аяғында бірінші семестрден кейін-ақ оқудан шығарылды. Бірақ ол жақында үйіндегілеріне тіс жармады. Оқу ақысына және тұрмыс тіршілігіне деп екі ағасы кезектеп ақша салатын. Айзере ойланбастан өтірік соғып, салған ақшаны жұмсап жүре береді. Оқудан босатылған соң жатақханадан да қуылды. Жұмыссыз қыздарымен бірге пәтерге шықты. Темекі тартып, сыра ішуді бастады. Көлігі көк, тамағы тоқ. Күндердің күнінде Айзере ойнап жүріп от басты. Аяғы ауырлап қалды. Баланың әкесі нақты кім екенін де өзі білмейді. Аяғы ауыр екенін білген қыз не істерін білмеді. Жүктіліктің 4-ші аптасы. Жасанды түсік жасайын десе, жансы осыңызге толмаған қызға ондай түсікті жасауға ешбір дәрігер келіспейді. Құрбыларының айтуымен дәрі ішті. Бірақ толығымен түспеген. Ақыр аяғында сәтсіз аяқталған жүктіліктің кесірінен ауруханаға жансақтау бөлімінен бірақ шықты. Амалсыз Айсараға қоңырау шалуына тура келді. Жүрегі аузына тығылған әпкесі дереу жиналып Алматыға ұшты. Әуежайдан тікелей ауруханаға келіп, дәрігерлермен сөйлесіп, сіңілісін аман алып қалды. 10 күннен соң Айзеренің беті бер қарап, әпкесімен сөйлесуге жарады. Айзере, баланың әкесі кім? Білмеймін. Білмеймін несі? Сен немене сонда кім көрінгеннің қойнына құлай бердің ба деп, Айсара ашуға бой берді. Айқайламаш маған, сен қалай бейқам сөйлеп тұрсың? Оқудан шығып кетіпсің. Оқымаймын мен, қызық емес. Саған не қызық сонда? Өзің емес пе оқимын деп безілдеген кезінде. Я лишь бы хотела свалить от вас деп Айзере орысшалап жауап берді. Неменеге свалить етесің? Саған біреу күн бермеді ме? Екі жеңгең екі періштең сияқты айтқаныңның бәрін жасайтын. Жаман жеңге деп кезінде ұлтуарды қудыртып жібердің. Ағаларымыз үшін екі жеңгеміз сенің тозағыңа көніп отыр демес пе? Не жетпейді осы сағана? Сара, отвали от меня. Надоели вы все мне, ай қарағым. Кто кому надоел это, уже всем ясно. Қоя ғой. Сен шығар әбден мезімізді шығарған. Онда неғып келдің? Келмей-ақ қоймадың ба? Өле салатын едім ғой. Бұлай сарайтыныңды білгенде келмеседім, қараш айтып тұрғанын. Ну все, келесі жолы келме. И вообще забудьте про меня. Я жарайды келістік. Сен де хабарласпа онда деп. Айсара ауруханадан кетіп қалды. Ертесіне ұшақпен үйіне қайтты. Жол бойы ағыл-тегіл жылап, ата-анасынан кешірім сұрап келеді. Аманат еткен қыздың осылай тәрбиесі болып өсуіне өздерін кінәлап келе жатыр. Дұрыс тәрбие бере алмадық, мама.
Есіміңді қорлаттық папа. Кешіріңдерші мені, кешіріңіздерші бізді. Мен енді қыздарыңа бармаймын, мүлдем араласпаймын. Бекіре балықтың басы тасқа соқпай, қайтпайды деген бар еді. Бәлкім бір өзі тұрып, түсінер бауырдың қадірін деп, іштей ата-анасымен сөйлесіп келеді. Елге жеткен соң ағаларына бәрін айтты. Нұрдәулет Алматыға барып, шалшынан жұлса да қайтып, әкелгісі келді. Бірақ таппады. Айсара берген мекенжайдан көшіп кеткен. Қазіргі мекенжайы беймәлім. Жігіт ағасы салы суға кетіп, қайта оралды. Дәл сол кейпінде сіңлісінен ашуға бой алдырып, қалдырып кеткені үшін өзін жегідей жеп, Айсара тағы қиналды. Уақыт өте берді. Араға бір апта салып, Айзере жеңгесіне ақша сұрап, хабарласыпты. Бірақ мекенжайын айтпаған. Ағалары қанша ауылға қайтуын өтінсе де, қыз келіспеді. Қателігін мойындап, кінәсін түсінгенін айтумен болды. Жаздың алғашқы айлары еді. Жаз бойы лаждап, жұмыс жасап, күзде қайта оқуға тапсыратынын және осы жолы шынымен оқитынын айтып, ақталды. Ағалары тағы бір мүмкіндік берді. Сенді. Жеңгелері кезектесіп қайынсіңлілеріне барып тұрушы еді. Жасап жатқан жұмысын көріп, қасындағы құрбыларымен танысып, білісті. Айзере осы жолы өтірік алдамағанға еді. Расында, ірі супермаркетте кассир болып жұмысқа тұрып, жақсы қыздармен араласа бастаған болатын. Ағалары қарындастарына риясы сеніп, көңілдері енді ғана орныққандай болды. Қыркүйекте Айзере тағы оқуға түсті. Әжептәуір оқып жүрді. Бірақ бұл түскен ортасы дұрыс болмады. Айзере тағы да баяғы әдетіне басты. Түн баласы ұйқы жоқ. Таңға дейін қыдыру, клуб, дискотека, шылым, кальян, сыра, арақ. Жаңа достары оны басқа да жаңа достарға әуес қылды. Өзі де кетәрі адам емес еді баяғыдан. Студенттер оқуға түскен соң болатын посвящение студенты деп аталатын отырыс болды. Сол отырыстан соң араққа сылқия толған бір топ жастар қаланы көлікпен аралаймыз деп көлік апатына түсті. Ішінде Айзере де бар. Ауыр дене жарақаттарымен тағы да жансақтау бөліміне түсті. Дәл сол кезде Ақылжан әлгі ауруханада тәжірибеден өтіп жүрген еді. Құдашасын бірден таныды. Ешкімге айтпай, өз қолынан келген көмегін аямай, жеңгесінің сіңілісі ретінде құрметтеп, баптады. Әттең-ай, одан да кездеспегені жақсы еді. Айзеренің толық ем алуына Ақылжан ықпал етті. Ақшалайда, дәрі-дәрмекте де көмектесті. Кейін Айзере ауруханадан шыққанда Ақылжанды алғысы ретінде кафеге кешкі асқа шақырды. Екеуі тамақтанып болған соң Ақылжан қызды үйіне дейін шығарып салды. Сол кездесуден соң екеуі дос ретінде жиі кездесіп тұрушы еді. Ақырында достықтары махаббатқа ұласты. Ақылжан Айзерені шын сүйді. Ал Айзере махаббат емес, қатал есеп еді. Тозақ деген бергі жағы, шынтуайында тозаққа түсті десе артық емес. Әккі қыз Ақылжанға дейін де біраз еркекке етек аштырған. Сондықтан ер азаматы қалай байқаудың әдіс тәсілін беске біледі. Осылайша аяғы ауырлап 4 айлық болғанда Ақылжанға бірақ айтты. Жігіт е қуанарын, е жыларын білмей таңданып тұрып қалды. Әпенді қыз өтірік жылап, енді ғана білгенін айтып, етегін жасқа толтырып отыр. Ақылжан оны сабырға шақырып әлек. Үйіндегілерге бұл хабарды айтуға асықты. Таң атысымен Айсара сиыр сауға шығып кетеді. 1 сағаттан соң үйге кірсе енесі ауызғы бөлмеде отыр. Айсара шошып кетті. Әшейінде ерте тұрмайтын енесінің бір жері ауырып отыр екен деп ойлап, бәйек болды. Анашым, бәрі жақсы ма?
бір жеріңіз ауырып, мазаңыз қашты ма? Жоқ құлыным, таңды зорға атырдым деп енесі күлімдеді. Анашым-ау, айтсаңызшы, қолым тіршілікте болса да, құлағым сізде ғой. Тасташы бәрін, келші отыршы қасыма. Саған айтар, жақсы жаңалығым бар. Ал келдім деп енесінің қасына жайғасты. Айсара айналайын, сен бірінші мені мұқият тыңдап ал. Ашуға бой беріп, сабырсызданба. Саған айтар, жаңалығым жақында, абысынды боласың. Ақылжан үйленемін дейді. Апа-ау, бұл қуаныш қой, мен неге ашулануым керек? Апа, сізде қызықсыз, деп еш нәрседен хабарсыз. Айзере мәз. Дұрыс қой? Әрине қуаныш, мен де қуанып отырмын. Түнде айтты балам, кірпік қақпадым. Мен тіпті тойдың қалай жасайды, қалай өтетінін жоспарлап тастадым. Зерешімнің қандай көйлек киетінін де қиялдап қойдым. Бірақ қазіргі жастар өз қалауымен киінеді ғой, я? Мейлі, өзі таңдап киеді. Зерешімнің еш нәрсені де аямаймын. Апау, зереш деп қоймайсыз. Қандай зереш ол? Қайзақтың зереші? Болмай жатқан келіннен мені қызғанайын дедім сізді. Маған қарамай қоймайсыз ба деп, Айсара енесінің иығына басын қойып еркеледі. Қой қызғанба, жат емес, өзіміздің Айзере ғой. Қызым, сен ашуланба, ата-ананың көзін көрдім. Айзеренің бала кезінде тұл жетім болып, өмір қатты сынағанын білемін дей бергенде, Айсараның екі құлағы шуылдап кетті. Ішінен өзінің сіңілісі туралы әңгіме болып жатқанын біліп тұрса да, бойындағысы келмеді. Алламай, тек Айзере болмаса екен. Ол сайтан ерке баланы қайдан ғана тауып алды екен. Ойбай, сіңілімді қайныма емес, керісінше қайнымды сіңіліме қимаймын. Обал болатын болды-ау деп, ішкі ойларымен арпалысып отырғанда, енесі оятып жіберді. Ау апа, Айзере біздің Айзере ма? Қалай сонда ерке бала? Екі сөздің басын мүже берді. Ай қойшы ая, не көрін соншама таңырқап? Жастар тапқанда бір-бірін. Екеуі ат құлындай тебісіп, ойнап өсті емес пе осы? Тағдыр шығар, сен менің айым болсаң, зерешім күнім болады. Уайымдайтын едім. Алматыдан басқа елдің танымайтын шөп желкесін әкелеме деп баламды. Дұрыс болды, жақсына жатқа берме деген бар. Көз көргенімнің қызы. Негізіме бағы бар ана екенмін деп, енесі арманның ерттеп, біраз жерге дейін шапты. Апау, сонда ол қалай болғаны? Апалы сіңілі екі қыз бір үйге келін болған қалай? Еш нәрсе етпейді. Бағдәулет пен Нұрдәулеттің алдынан өтіп, қолдан аламын. Елден кем қылмаймын. Сен түкте саспа. Ақылжан мен Айзере біраздан бері сөз байласқан екен ғой. Тойды тездетеміз. Келесі апта Бағдәулетке барамын. Сен араласпа. Хабарды өзім беремін. Апа, неге сонша жылдам? Күз шыға жасармыз. Жоқ, күте алмаймыз деп енесі жанарын жасырды. Бір пәлекетті сезген Айсара да сұрап қоймады. Апа, асығуға себеп бар ма? Сен тек ұрыспашы. Апа, не үшін ұрысуым керек, айтыңызшы енді. Зерештің аяғы ауыр екен. Мен бірақ ол үшін қуанбасам, ренжіп тұрғаным жоқ. Қазір жастардың бәрі солай үйленіп жатыр. Ешкім күлмейді. Бала да өзімдікі, келін де өзімдікі деп, енесі бой бермеді. Айсараның қан қысымы жоғарылап кетті. Бөлмесіне барып жатып қалды. Түскі асқа да, кешкі асқа да басы көтерместен 2 күн дәл осылай жатты. Енесі бәрін сөзсіз түсініп жүр. Оның ойында Айсара Айзеренің аяғы ауыр болғандықтан ренжіп жатыр деген ой. Ал негізінде Айсере сіңілісінің әбден бөлінген арын уайымдауда. Той ойдағыдай өтті. Айсараның енесі Ақылжан кенже балам деп аянып қалмады. Бағдәулет пен Нұрдәулеттің алдына барып, үлкен басымен аяқтарына жалынардай болып, Айзерені сұрап, қолдан алды. Аяғы ауырлап қалғанында ұрыспауларын өтінді. Көңілді аппақ ханымша, құдағи Айзере де өзінің әпкесі Айсарадай адал келін болатынына сенімді еді. Сондықтан болар,
Ақылжан мен Айзеренің тойын өте жоғары деңгейде өткізді. Эстрада әншілерін шақырып, құдайлыққа да заманауи форматта керуенмен барып, алтын әшекейлер мен қондыз тоңдар кигізді китке. Тойдан 2 жасты Туркияға демалуға балайына жіберді. Міне, ұлы мен келіннің балайынан келер уақыты таяп қалды. Жас келіннің қолынан әдемілеп шай ішіп үлгермеп еді тойдан соң. Сол сәттің туар уақыты жақындаған сайын толқып жүр. Жас жұбайларды ошақтан Сабыржан мен Айсара күтіп алды. Айсара үйге келем дегенше, сіңілісіне біраз ақылын айтқысы келіп, күйеуіне ере шыққан еді. Есерсоқ Айзеренің бір нәрсе бүлдіретінін білді ғой. Айтқаны айдай келді. Жездуха деп жездесі мен әпкесін көре сала, Айзере әуежайды басына көтеріп айқайлады. Айсара ұяттан өртене жаздады. Сабыржан болса, жымиып келіншегіне қарап, «Жаным, не переживай, всю жизнь я для нее был жезде, и останусь жезде. Сәлем салу анау-мынау керек емес маған» деп, орысша тәрбиеленген Сабыржан келіншегінің жүзінен қарап, тілсіз сұрағына жауап берді. Ақылжанның бұрын ентелей жүгіріп келіп жездесі мен әпкесінің бетінен сүйіп, жас қыздай секеңдеп жүр. Айсара көлікке отырған соң, сіңілісінің құлағына сыбырлап, біраз ақылын айтты. Ең болмағанда 1 ай шыдауын өтінді. 1 айдан соң екеуің Алматыға кету керек. Үйге жеткен соң, әпкесінің айтқанын істеп, бәріне сәлем салып, амандасып жатыр. Оламарын тағып, тіршілікті де Айсарамен жағаласа жасап жатыр. Айсара іштей сіңілісінің бұл қылығы алысқа апармайтынын біліп жүр. Ханымша апай мәз. 2 апалы сіңілі қыз абысынды келін болып шауып жүргені не? Қуанышы ұзаққа созылмады. 2 аптадан соң орын алған жағдай мына жағдай талай сорақылықтың бастауы еді. Дидарлы еңбек демалысына ауылға қыдырып келген еді. Жасы біразға келсе де, тұрмысқа шықпаған Дидарлы үнемі келген сайын үйіндегілерге қымбат сыйлыға келетін. Осы жолы да барлығына бірдей қалып, алтын сақиналар, қымбат киімдер, балаларға ойыншық әкеліпті. Өзі де бар әдеміні киіп, бар жалтырағанды тағынады. Шай үстінде Айсараның көзі Дидарлының мойнындағы алтын алқамен салпыншаққа түсті. Сол түні ақ үйтіп-бүйтіп, Дидарлының кірген шыққанын аңдып жүріп, қолды қылды. Оны білген Дидарлы үйді астан-кестен қылып іздеді. Бұл үйде ешқашан ондай жағдай орын алмаған. Ұрлық түгілі бір зат орнынан қозғалмайды, егер де ол жеке дүние болса. Айсара іштей бәленің қайдан келгенін сезіп жүр. Дереу Айзереге жетіп келіп, жаныңның барында орнына қой алған затыңды деп жағадан алды. Не де айтып тұрсыз, әпке? Не, үйдегілер білмей тұрғанда орнына қой дедім саған. Нені? Ақмақ болма, білемін мен сені. Сіз мені ұрлады деп ойлайсыз ба сонда? Ойлап тұрған жоқпын, біліп тұрмын. Сен мені ақмақ қылма. Баяғы әдетіңе басыпсың ғой қайтадан. Маған неге сенбейсіздер? Мен емес алған, мен емес те жылап, бар даусымен айқайлап, ішін ұстап отыра кетті. Тура кинодағы сайқалдардың тіршілігін жасап, бұл дауысты естіген енесі жетіп келді. Бұл не шу? Айсара, не болды? Апа, еш нәрсе емес. Ауырып қаласыз. Мен өзім сөйлесем. Кіммен, не жөнінде? Айзереге не болды? Түсіндірсеңші жөндеп деп енесі атын атаған соң Айзере одан сайын аңырай түсті. Апау, әпкем жоғалған алтындарды сен алдың деп менен көріп жатыр. Соған уайымдаймын деп ішім тырысып қалды. Айсара, сен неге зәрештен көріп тұрсың? Оның не сенің? Туған бауырың емес пе? Апырай, не болып кетті өзі деп сөйле жүріп жәрдем шақырды. Айзере одан әрі ырбаңдап отыр. Бұл картинаның бәрі көре тұра тілін тістеп Айсара ашуға булығып барады. Айтайын десе туған сіңілісінің абыройы, айтпайын десе енесі түсінбей, апалы сіңілі бірін-бірінің шашын жұлып жатыр дегендей көз қараспен қарағаны
өңбейінен өтіп барады. Жедел жәрдем келіп, Айзерені тексеріп, алып кететін болып шешті. Айзере өтірік істеп тұрса да, соңынан еріп кете барды. Дидарлы келінінің соңынан кетті. Айсара тіпті мойнын бұрып та қарамастан үйдің жұмыстарын жасап жүре берді. Араға 2 уақыт салып, Дидарлы анасына хабарласып, Айзеренің тәуір киімдерін алып, ауруханаға келуін өтінді. Ойында дым жоқ ханымша, келінінің шифонерінен киімдерін алып жатқанда, арасынан әлгі жоғалған алтынды көріп, көзі ұясынан шығып кете жаздайды. Дереу қан қысымы көтеріліп, Айсараны шақырды. Айсара мынаны қара деп қолындағы алтынды көрсетті. Қап бәлем білдім ғой мен деп, Айсараның көзінен жасы ытқып кетті. Айсара бұл қалай болғаны сонда? Апа, мен жайдан жай ұрыспадым сіңіліме. Бала кезінен осындай әдеті бар. Алтын көрсе, өз-өзін ұстай алмайды. Білмеймін неге екенін. Апа кешіріңізші деп, сіңілісін ақтап артық ауыз сөз айтпады. Апырай, бір биеден ала да туады, құла да туады деген рас екен-ау деп таң қалып қалды. Апа, дидарлап кеме айтамыз десеңіз, өзіңіз біліңіз, мен бірақ араласпаймын. Әйтпесе ол менен көруі мүмкін. Мен көрмегендей болайыншы деп, Айзара сол бәлеге жолағысы келмеді. Жарайды қарғамау, осының бәрін таршылық көріп өскендікі ғой. Мүмкін ата-анасы болса, олай жасамас па еді. Сен болсаң тұрмыста болдың. Жеңгенің аты жеңге қашанда. Қажетті тәрбиенің жоқтығы шығар. Тәуекел жаным, сен уайымдама, ақырындап жөнге келер деп. Ханымша ана, келінін әлі де жамандыққа қима тұр. Лайым солай болсын апау деп, Айсара енесіне әрдайым тілекші екенін білдірді. Енесі мен келіні алтынды ақырындап қана Дидарлының сөмкесіне салып қойды. Ешкімге айтпауға уәделесті. Дидарлы үйге келген соң, бірнеше күннен кейін алтынды сөмкесінен тапты. Айзере іштей Айсара тауып алып, орнына қойған деген оймен жүр. Енесінің білетінінен мүлдем бейхабар. Ханымша апа, кіші келінінің көңілі қара қазандай болды. Айтайын десе үй ішінің ауызбіршілігін бұзғысы келмеді. Жасы 18-ге енді толған қыз баланы екенін ескеріп, әлі оны мен солын ажырата алмай, жас кетіншектей көрді. Негізінде 15 жасында Алматыға келіп, небәрі 2-3 жылда біраз тіршілік тындырып тастаған адам ол. Ханымша апаның соңғы кезде келінді болдым деп бақтан бал-бұл жанған жүзін, торлаған мұңды Айсара байқап жүр. Себебін де түсініп жүр. Бірақ өз қолын өзі қалай кессін. Әгәрәки бұл келін сіңілісі болмағанда, 2 аяғын бір етікке сыйғызар еді. Енесі екеуі шыдап бақты. Тамыз айында Ақылжан мен Айзере Алматыға кетті. Оқулары басталып, екеуі де сабаққа кірісіп кетті. Айзере 6 айдан 7 айға қараған кезі, 2 айдай оқыса академиялық демалысқа шығады. Екеуі пәтер жалдап тұрып жатты. Айзере қыркүйек басталғаннан бері 2 рет қана сабаққа барды. Ұйқысын қимай жата беруші еді. Күйеуі сабақтан келгенде тамақ шай дайындаудың орнына дайын тамақ жегісі келетінін сылтауратып тапсырыс беретін. Ақылжан аяғы ауыр келіншегінің көңілін қимай айтқанын істейтін. Кейде өзі тамақ дайындап жасап жүреді. Уақыт өте берді. Босануатын уақыты жақындағанда ханымша келіннің ауылға келгенін қалады. Ақылжанның хабарласып, келіншегің ауылға келуін сұрады. Бірақ Айзере үзілді кесілді қарсы болды. Ханымша апа амал жоқ, Алматыға өзі баруға тура келді. Айы күні жетіп, Айзере ұлды болды. Ханымша апа жас сәби мен анасының жағдайын жасап, келінге өзі келін болды. 40 күн суға түсіріп, оқалап, 5-ке бөлеп, қолынан келген көмегін көрсетті. Қолы бос болса, Айзереге өсиетін айтып, ақыл беруші еді. Адалдық, тазалық, үлкенді сыйлау сынды әңгімелерімен бөлісетін. Оны тыңдап жатқан келін жоқ. Бір құлағынан кіріп, екінші құлағынан шығып жатыр. Есіл деті Инстаграм. Айзере есін жиып, белі жазылса да,
Таңнан кешке дейін төсектен тұрмай, сотқа шұқылап жата беретін. Әлсін-әлсін қарқылдап күліп, ұятсыздығын көрсететін. Күйеуі келсе, ауырып жатқан адамның кейпін көрсете қалатын. Бірақ құрбылары келетін болса, тамақ жасап, тәттілер пісіліп, шапқылап кететін. Бір күні Ақылжанға келіншегінің тұрмастан жата беретіні ұнамады. Сабақтан келген соң алдынан жүгіріп шығып, ас бөлмеге кіріп, дастархан жайып жатқан анасын тоқтатып, дауыстап келіншегін шақырды. Айзере, Айзере, не болды деп бөлмеден Айзеренің даусы баж ете қалды. Бері кел. Не айта берсей, бала емізіп жатырмын. Бері кел деймін саған. Не боп қалды деп бөлмесінен сүйретіле шашы қобырайып, халатының көкірек тұсын қолымен көлегейлеп, келіншегі шықты. Шай қой деп көзімен газ плитаны көрсетіп, бұйыра сөйледі. Жайма деп Айзере аң-таң. Үйленгелі күйеуінің дауыс көтергенін көрмеген, ондайда не істеу керек екенін де білмейді. Тұрған жерінде бедірейіп тұра берді. Жүгіріп барып шайнекті алудың орнына енесіне ала көзімен қарап тұр. Мұнысын көрген Ақылжан одан бетер ашуланып кетті. Ей, мен саған не деп тұрмын? Не айғайлап тұрсың деп күйеуіне қарсы жауап қайтарды. Сен не бажылдап тұрсың? Мен саған шай дайында дедім. Мама саған малай ма не? Не жаты сенікі таңнан кешке дейін? Дорогой, мен еріккеннен жатқан жоқпын. Кеше ғана туған жоқпын ба? 2 ай өтті уже. Сенде бәрі жақсы. Немене бір шай тамақ әзірлеу қиын ба? Иә, қиын. Ана тогда тут для чего? Менің миымды аштып, ана мынау деп қырта бергенше шай тамақ дайындамай ма не? Ондай болса пусть валит ауылға дей бергенде Ақылжан келіншегінің бетінен шапалақпен салып жіберді. Есіңді жи, сен айтып тұрған адам менің анам. Тіліңді тартып сөйле. Анаң ба сенің? Аха, анаң сенің. Ты подкидыш. Она тебе не мать и ничего не ее защищать деп тілін тартар емес. Ақылжан тағы бір-екі жұдырық жіберді. Ханымша апа келінін қорғап әлекке түсті. Қолышы балам, мен үшін қойшы. Қол көтермеш, ол әйел адам ғой. Естімеген елде көп деген менің ұлдарым, әйелге қол көтеру деген сұмдық қой, деп енесі безілдеп жатыр. Бәрін бүлдіріп алып, енді несіне өтірік ортаға түсіп тұрсыз? Кетіңіз ауылға, сіздің кесіріңізден осының бәрі деп ойбайлап жылап жатыр. Ақылжан анасының сөзінен асып кете алмай, қабырғаны жұдырықтап, үйден шығып кетті. Айзере енесін итермелей ысырып тастап, бөлмесіне кіріп кетті. Баласын алып, бөліп бір сөмке киімдерін жинап, артынша үйден шығып кетті. Енесі қанша жалынса да, артына қайырылып та қарамады. Амалы құрыған ханымша Айсараға хабарласуынан басқа амал қалмады. Барлық мән-жайды түсіндірді. Келіні емес қызындай болған Айсара енесінің дірілдеген даусынан жүрегі шымылдап қоя берді. Ол бәрін түсінді. Тура ертесіне ұшақпен ұшып келіп, сіңілісін тауып үйіне әкелді. Енесін ауылға алып қайтпақшы еді. Бірақ Ақылжанның көңіліне қарап, анасы тағы шамалы уақыт Алматыда қалды. 2 айдай уақыт өтті. Айзере енесіне қарап сөйлемейді. Ақылжан күндіз сабақта кезде енесін тамақ дайындап кір жуып қояды. Ал күйеуі үйге келгенде барлық тіршілікті өзі жасағандай, дайын тамақты дастарханға әкеліп қояды. Болған соң әзер дегенде 3 кесе мен 3 қасықты тарсылдатып жуып жатқаны көк толы келіннің. Ақылжан бірнеше рет ашуланса да, анасынан ұялып үндемейтін. 8 наурыздың қарсаңы Айзере 3 айдан енді асқан сәбиін енесіне қалдырып, құрбыларымен кешкі ас ішуге кетеді. Сол кеткеннен телефонын өшіріп тастап, түнгі 3-те үйге мас болып оралды. Омырау еметін сәби шырылдап жылап, қарны ашып мазасызданады. Жасанды сүтті ембей, жылап-жылап талықсып, ұйықтап кетеді. Үйге Айзере келгенде Ақылжан да, енесі де ояу. Есіктен кіре сала, келіншегінің мас екенін біліп, Ақылжан бір ауыз сөз айтпастан жағынан салып қалды. Осы жолы
Ханымша апа араша түспеді. Келіншегін сілкілеп, ваннаға жетектеп апарып, суық сумен есін жиғызады. Айқай-шудан баласы оянып кетіп, қайта шұрқырап жылай бастады. Аяғын зорға басып тұрған Айзере төсегіне құлай кетіп, баласын кеудесіне құшуға да шамасы келмей ұйқыға кетеді. Ендінесі бөпені өз анасына жақындатып, келіннің омырауына тақап еміздіреді. Ханымша апаның көзінен жас парлап, көрген қорлығым-ай деп еңкілдеп, азарланды. Тастап кетейін десе немересімен баласын аяйды. Амалы құрыды. Не істерін білмеді. Ертесіне Ақылжан сабаққа бармады. Түс ауа оянған келіншегін әңгімеге шақырды. Айзере, мен сенімен ажырасамын деп дөп басып бір-ақ рет айтты. Шешесі мақын үйретіп қойды ма деп миығынан күліп кекетіп отыр Айзере. Айзере, тіліңді тарт, немесе не, орасың ба? Ора бер. Маған уже бәрібір. Мне все это надоело. Не надоело, айтшы. Неден шаршап жүрсің? Бала емізгеннен ба? Бала тут ни при чем. Сенің мамаңмен бірге тұрғаннан. Ол болса мына бала. Кімге керек? В смысле, бала менікі, өзіме керек. Саған керек болса кешегі жүрісің не? Әдейі істедім. Кетсің шешең. Без нее справимся. Кетпейді, сен кетесің. Онда маған квартира алып бер. Кетемін. Бірақ баланы алып кетемін. Жүрейін сол ханымшамен қатынша арпалысып дей бергенде, Ақылжан тағы қол көтере жаздады. Анасына берген енді ұрмауға ант бергені есіне түсіп тоқтай қалды. Оттапсың, аштан өлтіресің мына баланы. Сенің тіліңді түбінен кесіп итке лақтыру керек екен. Қайдан ғана саған тап болдым екен. Айсара жеңгемдей болама деп едім мен деп Ақылжан ақтер көктер болып түсіндіріп әлеке түсті. Оны тұста анасы араласты. Айналайындарым, мен үшін ұрыспаңдар. Менікі де дұрыс емес шығар. Жас жұбайлармен бірге тұрып. Ауылыма қайтайын. Сендер тату болсаңдар болды маған. Анашым олай демеңізші. Кетпейсіз ешқайда деп Ақылжан анасына жалынды. Бірақ анасының өз шешімін өзгертпейтін кісі екенін ұлы жақсы біледі. Ақыры ханымша ертесіне ауылға оралды. Екі жас өз беттерінше өмір сүре берді. Ақылжанның әбден көңілі суып кеткен. Бірақ бала үшін амалсыз келіншегімен тұруға мәжбүр. Бәлкім өзгерер деген үміті де алға сүйреп келеді. Анасы кеткен соң шынымен жағдайы қоса кетті. Дәмсіз тамақ, үтіктелмеген киім, тағысын тағылар әбден зығырданын қайнатып, одан қалды Айзеренің қыдырулары да азаймайды. Тіпті баласын көршілерге де қалдырып та кете беруші еді. Бірде мас болып келсе, бірде таңға жоқ келеді. Ақылжан шыдап келеді. Оған бәрібір. Келіншегіне деген махаббаты өшіп қалған. Бар махаббатын ұлын арнаған. Ажырасайын десе ұлына кете қалады деген қорқыныш. Ұлы есін білгенше шыдап бағуға бел буған. Арада уақыт тым жылдам ғой. Ит пен мысықша ғұмыр кешіп жүргенде ұлдары бір жасқа толды. Алғаш жасын ауылға барып той жасамақшы. Тұсауын кесіп, ағайын мен маңайын жинап, той бермекші ата әжесі. Сор жоспарланған тойға бір күн қалғанда Ақылжан мен Айзере ұлдарын алып ауылға келді. Келін болып қызмет жасаудың орнына өзінің ауылына кетіп, кластастарына барып, қыдырып келді. Айсараны мүлде адам сыңбайды. Ертесіне той, бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Тойдың аяғында Айзере көрінбей қалды. Ұшты күйлі жоқ. Адам аяғы тарқаған соң, жақын жоқтары қалып шай ішіп отырған Айзере келді. Қайдан келгені белгісіз, тағы да мас. Үй іші көріп шошып кетті. Атасы, Сабыржан, дидарлылар ешқайсысы келіндерінің бұл халқылығынан хабары жоқ еді. Ол кезде Бағдәулет пен Нұрдәулеттер келіншектерімен бірге сол үйде еді. Қарындастарының мына пошымынан ұялып кетті. Мінезі ауыр Нұрдәулет Айзерені оңашаға шақырып,
Бет-аузы көк ала торғайдай болғанша, жұдырықтап әбден сабап алды. Енесі араға түсіп, ажыратып шырылдап жүр. Бүкіл ауыл бұл келіннің масқарасын біліп, бұл әулет әбден абыройдан жұрдай болды. Ертесіне Ақылжан сілімтігі шыққан келіншегін алып, Алматыға қайтуына тура келді. Ағасынан таяқ жеген соң қоятын шығар деген үміті де жоқ емес еді. Бірақ олай болмады. Алматыдан келген соң 2 аптадай уақыт өтіп, бет әлпеті ретке келді. Айжере жұмыс іздей бастады. Ұлын балабақшаға орналастырып, жұмыс істеймінге салды. Ақылжаннан ақыл сұрап жатқан келіншегі жоқ. Жұмыс тауып кірісе кетті. Ойынханалардың біріне кассир болып істеп жүрді. Түн баласы ауысыммен жұмыста, күндіз ұйқы, осылайша уақыт өте берді. Ұлдары 2 жасқа толды. Сабаққа барарда Ақылжан баласын балабақшаға барып, кешкісін өзі әкеліп, тамақтандырып, жуындырып бауырына қысып, өзі құшақтап жататын. Ұлы анасын тіпті іздемейді де. Ақылжанның интернатурасы басталғанда, баланы кешкісін уақытылы әкетуі қиындап қалды. Кейде түнгі ауысымға қалады. Айзереден үміт жоқ. Оның тіпті бар жоғы білінбейді де. Екеуі бір шаңырақта тұрса да, апталап бірін-бірі көрмейтін. Сенбі жексенбі күндері бала ұйықтатпайды деп құрбыларының үйінде қонып қалатын. Ақылжан қайтадан анасын шақырды. Осы жолы ханымша апасы барғысы келмеді. Еңбек демалысына шыққан соң Дидарлы барып қарайтын болды балаға. Бір күні Дидарлы аулада баланы тыпанда ойнатып жүрген болатын. Бір кезде подъезд алдына қара машина тоқтады. Дидарлының көзі еріксіз әлгі көлікке түсті. Сөйтсе, Айзерет келіні рөлде отырған жігітпен сүйісіп отырғанын көріп, жүрегі аузына тығылды. Жалма-жан телефонын алып, фотоға түсіріп алды. Бұлыңғыр болса да анықтап қараған адамға көрінеді. Сол жағдайдан кейін Дидарлы келінін аңдуды бастады. Бұл көрініс бірнеше рет қайталанды. Таңертең келіп түнде кететінін бәрін видео-фото фиксация жасап жүрді. Іші бір бәлекетті сезетін. Сезімі алдамады. Көп ұзамай-ақ Айзере Ақылжанға кететінін айтты. Ақыл, ты меня прости. Ты был прав. Біз екеуміз мүлде жараспайды екенбіз. Да ты что, ты это только поняла? Давай разведемся. Давай, пожалуйста. Я сына заберу. Қайда заберешь? Есің дұрыс па сенің? Не істейсің баланы? Менімен тұрады бала. Содан соң сенбі жексенбі күні кездесіп тұрасың. Алиментке жазамын. Сенің көксегенің ақша екен ғой. Мен енді пәтер жалдауым керек емес пе? Онда маған бір бөлмелі пәтер алып бер. Мені шантаждап тұрсың ба? Жарайды. Келісті кете бер деп Ақылжан ашуланып дауысы өктемірек шықты. Айзере киімдерін жинап кете барды. Ақылжан басы қатып, әкесімен ақылдасты. Дидарлы өте ақылды тұлға. Інісіне демеу беріп, сабырға шақырды. Аналық құқығынан айыратынын және ол үшін қолында барлық айғақ бар екенін де жасырмады. Ертесіне Ақылжан Айзереге телефон шалып, бір бөлмелі пәтер әперсе, баладан бас тартатынын қағаз жазып беруге келісімін алды. Бұл әңгімені Дидарлы телефонға жазып алды. Барлық айғақтарды алға тарта отырып, сотқа арызданып, Айзерені аналық құқығынан айырды. Бала да жоқ, бай да жоқ, пәтер де жоқ. Айзере сол кеткеннен мол кетті. Дидарлы Астанаға қайтатын уақыты жақындады. Ақылжан ұлын ауылға апаруды көздеп отырғанда, Дидарлы жұмысын Алматыға ауыстыратынын болып шешті. Аконтай, сен уайымдама, мен сенімен боламын әрқашан. Жұмысымды Алматыға ауыстырып көшіремін. Екеуміз кезектесіп балаға қараймыз. Жоқ, тәте, мен қарсымын. Сіз өміріңізді бізге арнамаңыз. Сіздің де отбасыңыз болу керек. Тұрмысқа шығу керексіз. Балалы болу керексіз. Ботам-ау, сенде тұрғанда маған басқа ешкім керек емес. Тәте, олай болмайды ғой. Сіз де ана болу керексіз ғой. Ақылжан, мен деп сөйлер сөзін айта алмай, ұзақ кідірді. Мен анаңмын ғой ботам. Айту оңай емес.
Бірнеше жыл бойы айта алмадым мен. Сен дұрыс түсінбей қалады екен деп. Мені кешірші, кешіре алсаң. Саған сыйламаған аналық махаббатымды балапаныма сыйлайыншы. Сенің адылыңдағы өтелмеген парызымды балапанымның алдында өтейінші деп. Ақылжанның ұлын кеудесіне қысып, жас еңкілдеп жылады. Тәте, сіз не деп кеттіңіз? Әзіліңіз бе? Әзілдеп тұрған адамға ұқсаймын ба? Мен өмірімде рахаттанып күлген адам емеспін, әзілдеспек түгілі. Бұл шыным, өмірімдегі ең маңызды шындығым. Тәте, бұл қалай болғаны сонда? Ботам, қинама мені. Ертең айтып берермін. Ал әзірше ұйықтап дем алып алшы. Ертең ауылдағылар келеді. Ет асамыз, салат жасаймыз. Тіршілік деген бастан асады, деп Дидарлы сөйлей жүріп, баланы алып бөлмесіне кіріп, тура әңгімеден қашқан жас өспірім қыздай, Ақылжан стол басында отырып, болған әңгімені қорыта алар емес. Не болса да, ертең ауылдан анасы келеді. Анам келген соң бұл мәселені қайта көтереріне сенімдімін. Иә, Дидарлы Ақылжанның анасы, оның басынан өткен әңгіме өз алдына бір бөлек. Жақын арада Ақылжанның анасы деген тақырыппен ол әңгімеде қалың оқырман қауымына жол тартады. Айзере сол кеткеннен мол кетті. Баласын іздеп те келмеді. Төркініне де бармаған. Ұзын құлақтан естуі бойынша әр жерде бір жұмыс жасап жүр екен. Өзбек жігітке, одан соң орыс жігітке күйеуге тиіп, өз бақытынан басынан тепкен қыздың тағдыры осылайша тәлтіректеп қалды. Ақылжанның бағы жанды. 2-3 жылдан соң ол облыстық ауруханаға дәрігер болып жұмысқа тұрды. Өзінің бөлімшесінде қызмет атқаратын медбикемен бас қосып, қазіргі таңда 2-ші баласын күтіп жүр. Дидарлы Ақылжанның балаларын бағып, қасында қалды. Осымен әңгіменің соңы. Маған қолдау білдіріп, тіркеліп кетіңіздер.